Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет шашырап тұратын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен електен өткен ұнымызға сары майымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын тұзымызды салатын боламыз. Сосын 3 жұмыртқамызды, 1 жұмыртқаның ағын салатын боламыз. Мінекей бұны да араластырып аламыз жақсылап. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Мінекей енді 100 грамм қаймағымызды салатын боламыз. Енді осыдан қамыр шығатын болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін фаршымызды дайындайтын боламыз. 500 грамм фаршымызға пиязымызды, картопымызды салып, және бұрышымызды, тұзымызды қосып, дәміне қарай сала беретін боласыздар. Мінекей жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей жақсылап араластырып болдық. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен қамырын шетінен бассаңыздар, өздері дөңгелеп кете береді. Мінекей дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздерді жасап көріңіздер, керемет болып шығатын болады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесіде тағы да видео салатын боламын. Өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бұны шетке қойып қоямыз. Келесі екінші қамырымызды жаятын боламыз. Мінекей алдын ала осылай басып шығамыз. Кішкене ғана ұн сеуіп, жақсылап дөңгелек етіп, еттің қамыры құсатып, жұқа етіп жаятын боламыз. Мінекей осылай. Жақсылап екі шетінен қатты баспаңыздар. Мінекей қатты салмақ салмай, осылай баса берсеңіздер, өзі дөңгелеп кете беретін болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бірінші қамырымызды алып, бетіне ертіп қойған сары майымызды жағып шығатын боламыз. Барлық шетіне тигенше жағып шығатын боламыз. Келесі екінші қамырымызды бетіне қойып, мінекей бұның бетіне де майымызды жағып шығамыз. Және арасында ауа қап кетпеуі қажет. Қысып, өріп шығатын, қысып, осындай рулет құсатып, орап шығатын боламыз. Және ауасын осылай шығарып алатын боламыз. Мінекей холодильникке 20-30 минуттай қойып қоямыз. 20-30 минут тұрып шықты. Енді бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Осылай бөлшектерге бөліп, қатпарлы жағын бетіне қойып, осылай барлығын жайып шығатын боламыз. Қатты баспаңыздар, сәл-сәл бассаңыздар, өзі майлы қамыр тез жайылатын болады. Мінекей екіншісін көрсетіп жіберейін. Мінекей қамырымыз дайын болды. Ішіне салмасын салып, жан жағын сумен сулап алсаңыздар, жақсы жабысатын болады. Мінекей осылай өріп шығатын боламыз. Өте керемет болып шығады. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей келесі тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Мінекей шет-шетін сулап аламыз. Және екінші қамырымызды үстіне қойып, бұны да жан-жағын өріп шығатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай, сіздерді жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, келесі видеомды өткізіп алмау үшін. Мінекей
келесі тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Бұны да солай өріп шығатын боламыз. Ұялмай қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Керемет болып шығады. Мінекей. Қазақша контентті қолдап, каналым дамуына үлес қосып, подписаться кнопкасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мінекей барлығын осылай түйіп аламыз. Мінекей керемет болып шықты. Енді үстіне алып қалған жұмыртқамыздың сарысының ағын жағып шығатын боламыз. Және бетіне өздеріңіздің қалауыңызша сеуіп шығатын боласыздар. Мен мак пен кунжутты араластырып септім. Өздеріңіздің қалауыңызша себе беретін боласыздар. Мінекей. Кунжутты да жан-жанына сеуіп шығамыз. Ауызға салса еретін өте керемет самса болып шығады. Сіздерге жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мінекей барлығын жасап болдық. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма